қоя берсеңіз болады. Қарбыз енді? Қарбызды әдемілеп жарайық. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрсыздар, пайдалы жеміс-жидектерден тамаша бір смузи дайындаймыз. Енді бұл жеміс-жидектер қазіргі науқаны қарбыздың. Бірақ қарбыз таңдағанда абай болыңыздар, құрметті көрермізді. Ең үлкен жидекті таңдаған кезде маманнан кеңес алып, немесе біздің Instagram парақшамызға кірсеңіздер, өткен бағдарламада біз осы қарбызды қалай таңдау керек екенде айта кеткенбіз. Енді жалпы өзіңіз қарбыз таңдауды білесіз бе? Я нутрициолог мамандар жалпы қарбыздың тым үлкен болмауына мән беруді жөн деп санайды. Себебі барынша үлкен қарбыздарда дәрі-дәрмек көп қосылған деген пікірлер бар. Сондықтан шағындау және сырты қытырлап тұрады қорған кезде солай таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Өзіңіз солай таңдадыңыз ба осы қарбызды? Бүгін міне шағындау, қытырлап тұрған қарбыз. Иісі керемет бірден қарбыздың иісі деген біздің студиямызда алып кетті. Мен ұсақтап тұрайын ба, әлде жарай ма? Осылай турай берсеңіз болады, барлығын толықтай турау керек. Енді ары қарай? Әрмен қарай блендерді аламыз. Блендерге барлық өнімдерімізді саламыз және араластырамыз. Мынаны ашып жіберсеңіз. Кеше ғана біздің студиямызға кардиолог маман келген болатын. Сол кезде айтқан еді, жеміс-жидектерді көбірек жеу қажет. Жаңағы қуырылған, ауыр, майлы дүниелерге қарағанда қазіргі әрі арзан, қолжетімді осы жеміс-жидектерді жеген дұрыс деп, міне дәл сол кеңес бойынша бүгін тағам дайындаймыз. Ендеше жаздың аптап ыстығында жаңа айтып өткендей жалпы майлы да, қою қанды тағамдар жеген келмейді ғой. Әрине. Ең бірінші сүтті құямыз. Қанша миллиграмм? Құямыз. Сүтті шамамен біз 3 адамға лайықтап жасап жатқандықтан шамамен 150-200 граммдай құямыз. Сүттен кейін енді бананымызды салсақ болады. Бір бананды осылаймен турадық, саламыз. Әрмен қарай қарбызымызды қасықпен сала береміз. Осы жерде айтайық, бұл жерде ешқандай енді шемішкісі кетіп қалмау қажет қой, иә? Дәні. Дәні кетсе де ештен кетпейді, себебі дәннің өзі пайдалы деп жатады. Пайдалы дегенмен әдемілік үшін дәндерін алып тастауға да болады. Енді құрметті көрермен, міндетті түрде біз дайындап жатқан тағамды байқап, бақылап отырыңыздар. Дегенмен қазірдің өзінде міне экранда құрамы көрініп тұр. Жаңа айта өткенде 2 дана бана, 600 грамм қарбыз, 150 грамм балмұздақ, 100 миллиграмм сүт, 1 дана апельсин және жалбыз. Бұл әсемдеу үшін, әрлеу үшін. Қарбыздың жүрегі дейді ғой, ең дәмді жері. Осындай алып қоссақ, иә. Қарап отырып, бала кезден бәріміздің осы қарбызды қасықпен жеп тастаушы еді, қонақ келгенше, үйдегі ағайын келгенше бізден нан қосып жейтін. Тойымда болсын. Енді мына жартысының да жүрегін алайық. Тек қана жүрегін аламыз ғой? Негізі барлық жерін қоса беруге болады. Дегенмен ең дәмді жері ғой. Сіздерге барынша тәтті қылып істеп бергім келіп тұр. Қазір сондықтан осылай жүрегін алып. Құрметті көрермен, сіздер де қарбыздың жүрегін алып бізбен бірге дәмді қылып жасаңыздар. Ал енді біздің редакция көріп отқаннан кейін ішінен тыңдап отқан шығар, мен алар жүрегін жейін деп жатыр деп. Бұрын таласатын едік қой, шынымен де. Енді Айжан ханым, айтыңызшы, үйде қаншалықты осылай қарбызды жейсіздер көбіне, немесе осындай смузи дайындайсыздар? Біз әсіресе жаздың күні осы смузиді жиі дайындап тұрамыз, себебі үйде кішкентай балалар сүт ішкісі келмейді, және де тамақты онша көп жей бергісі келмейді ғой. Сондықтан бұл әрі дәмді, әрі пайдалы жиі дайындап тұрамыз десек болады. Тіпті балмұздақты да қазір зиян болуы мүмкін деп қорықпауыңызға болады, себебі балмұздақтың да қазір био балмұздақтар шыққан, өте органикалық. Ешқандай қоспасыз, барынша пайдалы ағзаға. Аз мөлшердегі қантымен, бәлкім мүлде қосылмайды. Ал енді бұл жердегі апельсин қазір әрлеу үшін немесе әрлеу үшін қосамыз. Жарайды. Құрметті көрермен, өздеріңіз көрдіңіздер, сүтті құйдық, бананды салдық, қарбызды салдық, қарбыздың жүрегін салдық. Және де балмұздақ. Осымен мінекей біздің барлық қоспаларымыз салынды. Мен сізге көмектесіп жіберейін. Енді блендерге қосамыз, иә? Блендерді қосып, араластырамыз. Өте оңай дайындалады. Қазір. Міне. Құрметті көрермен, қазір біз тағы да айналдырамыз. Блендермен тағы да езіп аламыз. Содан кейін дәмін татып көретін боламыз. Ал дәл қазір енді осы азық-түліктен түрлі киімдер Мексикада дайын болды. Ол қандай? Барлығымыз бірге сюжеттен көрейік.
мен біз сәл ғана тағы да блендермен езіп дайындап алдық. Енді бұл жерде балмұздақ, қарбыз болғаннан кейін бірден тез езіліп кетті ғой. Міне сізге шығарып берейін қазір. Құрметті көрермен, өздеріңіз көрдіңіздер, бізді көріп отырып, шынымен де бір кешкілеріңіз келіп отырған шығар, міндетті түрде видео жасаңыздар. Мінекей өздеріңіз көргендей өте жылдам әрі оңай дайындалады. Әрі түрі де сондай жағымды. Мынау күні бойы Табиғатта шеберге ашады, бола ма? иә. Таңда, аш қаранға. Әрине болады. Бұның құрамының барлығы тек қана дәрумендер ғана. Зияны Артық жоқ. зиян еш нәрсе жоқ құрамында, сондықтан күні бойы ішіп, шөлді қандырып, әрі тоқ Жүруге жүруге болады болады. дейсіз. Я немесе кейде детокс жасап жатады, иә. Әрине. Асқазан ішек жолдарын тазарту үшін де осындай сусындарды ішіп жатады. Дегенмен нутрициологтардың кеңестеріне әрине құлақ асып жүргендеріңіз дұрыс. Және мүмкіндігінше тек пайдалы тағамдарды тұтынуға Әрдеме шеберге болмайын. Кішкене шыдаңыз. Қазір әдемілеп әрлеп, безендіріп. Не істеп жатқан құрметті көрермен көрінсін. Жалпы кез келген. Кез келген жеміс-жидекпен әрлеп дәмдей беруге болады. Енді әркімнің өзінің талғамына қарай дәмдеуге болады. Талғам екенде бір қияр қосып кетіп жүрмеңіздер енді мороженыйға. Апельсинмен осылай. Дегенмен енді құрметті көрермен міндетті түрде кез келген сусын болсын, тағам болсын, келбетіне, яғни әдемілігіне қараған дұрыс. Бұл бір Әрине, бұл да табиғатты табиғатты ашады. Әсіресе егер кішкентай балаларға беретін болсаңыз, мен өзім көбінесе үйде кішкентай балаларыма дайындағандықтан оларға барынша қызықтырып, сондай әдемі қылып бермесең, олардың тамақты ішулері де Екі талай. екі талай. Расымен де. Міне, Мына смузиға мынандай әрлікпен бір сабағы болады ғой, бір трубка дейміз, сол және бір пляж жетіспей тұрған сияқты. жағажайға барып, осы смузиді алып барып жатып. Ой, қазір енді демалыста жүрген жандар, мүмкіндігіңіз болса жасасаңыз болады. Осындай смузиді, сусындарды. Қазір енді дәмін көруге асығып тұрмыз. Шынымен де құрметті көрермен, жаңа ғана қосылған өнімдерді құрамын экраннан көрсеткен болатынбыз, жазып алдыңыздар деген ойдамыз. Немесе біздің Instagram парақшамызда бұл рецепт міндетті түрде болады. Сол жерден қараңыздар, қайталаңыздар, жасап көріңіздер. Сондай өздеріңіздің де бір ерекше жасайтын осындай смузиларыңыз болса, керемет атадан бала қалып жатқан мұра рецепттер болып жатса, біздің WhatsApp номерімізге жіберіңіздер. Біз ол жерлерде жасап, оны көреміз. Әрине, міндетті түрде ендеше дәмін татайық, Нұржан, сен баста. Рахмет. Болады, дайын. Құрметті көрермен, енді мұны мен негізі ішуге аяп тұрмын сәл-сәл. Себебі қандай әдемі болып тұр, қараңыздаршы. Керемет болып жасалып шыққан. Ендеше дәмін қазір көреміз. Нұржан, енді сен бастап дәмін көре берсең болатын секілді. Қалай екен? Өте керемет. Ой, қарбыздың дәмімен балмұздақ араласқанда негізі қызық болады екен, иә? Қарбыз ұқсамайды. Bir жағынан банан да бар. Иә, бәрі араласып кеткен. Нағыз мейрамханаларда дайындалатын сондай жаңағы өзіңіз айтқандай жағажайда ішетін, әрі салқындататын, әрі шөлді қандыратын керемет смузи дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге осы оңай жеңіл рецепт ұнайды деген ойдамыз. Айжан ханым, келіп осындай пайдалы рецептіңізбен бөліскеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Тек сізге сәттілік тілейміз. Рахмет Осындай болса. жақсы бір смузи, жақсы дүниелермен біздің бағдарламаға келіп, халықты қуантып бөлісіп тұрыңыз дегенге. Сіздерге де рахмет. Ал енді дәл қазір қызықты деректерге